Сен аспанға қарап көрдің бе бүгін? Әрдайым сол бір көк түс. Бірақ бір сұрақ, ол көк түсті бізге аспан өзі бере ме, әлде көзіміз бізді алдап тұр ма? Ғалымдардың айтуынша, аспанның өзі ешқандай түсті емес. Иә, шын мәнінде аспан түссіз. Бірақ біз оны көк деп қабылдаймыз. Неліктен? Бар құпия жарықта. Күн сәулесі ақ түсті сияқты. Бірақ шын мәнінде ол 7 түрлі түстен тұрады. Бұл сол баяғы кемпір қосақтағы түстер. Ал бұл жарық жер атмосферасына кіргенде реле шашырауы деген құбылыс жүреді. Бұл дегеніміз көк толқында жарық бөлшектері басқа түстерге қарағанда ауа молекулалармен көбірек соқтығысып, жан-жаққа қатты шашырайды. Ал адам көзі сол шашыраған көк түсті жақын әрі мол деп қабылдайды. Бірақ қызығы, егер біздің көзіміз қызыл түске сезімтал болса, біз аспанды қызыл көреміз. Ал кейбір жәндіктер ультракүлгінді көре алады, олар үшін аспан мүлде басқа әлем. Ал енді сұрақ, егер көк түс көздің ойыны болса, біз тағы неге алданып жүрміз?